Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен ешкінің қаймағынан, ешкі сүтінің қаймағынан май жасауды көрсететін боламыз. Бұл өте қарапайым, яғни қолдың майы деп өте құнды, сондай бағалы әрі пайдалы. Бірінші ешкінің сүтін сепаратордан өткізіп тартып аламыз, қаймағын бөлек, және көк сүтін бөлек аламыз. Көк сүтінен бізге сүзбе, брынза жасалынады, ал қаймағы барынша қаймақ ретінде де сатуға болады, бірақ одан май жасап сатамыз. Шамамен алғанда 20 литр сүттен 1 килограмм май шығуға тиісті. Қазір бұл жерде 50 литрден аса сүттің қаймағы бар. Бұл ыдыста қазір осы қаймақтан май жасап көреміз. Егер де қаймақ қою болатын болса, 3-5 минуттың арасында осыдан іріп бастайды. Мен жаңа көріп отырсыздар, қаймақ ірі бастады. Қазіргі температурасы бұл алдын ала салқындатып алынған. Температурасы қазір көреміз 13 градус. Яғни бұл енді қозғалған сайын жылып бара жатыр. Мінекей әріп осылай ақырын май бола бастайды. Арада тағы да 2 минут өткенде жаңағы іріген қаймақтан су ажыратыла бастайды. Андай астында су шығып, су ажыратылады. Мінекей және тағы да бір 3 минуттан кейін жаңа қаймақтан су ажырап сары майға ұқсай бастады. Түр-түсі сары майға келе бастады, қоюлығы да. Мінекей ешкі сүтінің сары майының суын бетіп бір ыдысқа құйып аламыз. Мынанша май шықты. Бұны жуамыз. Енді біз бұл майды салқын сумен жуамыз. Мінекей судың температурасы бұл жер 9-да 2 градусты көрсетіп тұр екен. Бірақ одан да төмен болса, тіпті жақсы. 8 градус, 7 градус температура жақсы болады. Мінекей 3 рет жуып алдық. Енді міне 4-шісін тұз қалауымызша тұз қосамыз да, тұздап, сосын тағы да бір рет жуып аламыз. Біреулер тұзды қоспайды, енді біреулер қосады, бірақ тұз қоссаң барынша ұзағырақ сақталады, әрі тұз тамаққа дәм береді, тағамға. Мінекей майымыз дайын болды. Осы дайын болған майымызды мындай мешокқа саламыз қазір. Килограммда өлшеп отырып. Бұлай қағып атқан себебі суы барынша су кетпей, жаңа суы сарқылып қалсын деген мақсатта. Мінекей біз майымыз дайын болды. Біз 3 бөлікке бөліп қойдық, яғни килограммда өлшеп, мінекей мындай асханалық өлшеуішпен таразыменен өлшейміз. 1015 біреуі грамм, екіншісі 1011, үшіншісі 1013. Яғни 1 килограммда 3 килограмм май шығады, және қалғаны 322 грамм шықты. Жалпы біз жарты сағаттай ғана уақыт жұмсадық осы майға, май жасауға. Және мынандай таразы, қолғаптар, және мынандай асханалық термометрді қолдандық.
Рахмет. Сіздер де осылай май жасаңыздар. Май өте дәмді. Қазақта сөз бар ғой, май әулие, майсыз жарылқайды қай әулие дейді. Сондықтан да майды ұзақ сақтауға болады. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.